Арапа күні, немесе Арапа, Зүлхиджа айының 9-шы жұлдызы, яғни Құрбан айт мерекесінен бір күн бұрынғы қасиетті күн. Бұл күні қажылық парызын өтеушілер Арафат тауына жиналып, ұлы құлшылық жасайды, ал мұсылман қауым үшін ораза ұстап, көптеп дұға ету сауапты амал саналады. Арапа сөзі араптың ярафа, яғни білу, анықтау, түсіну мағынасына сай келеді. Бізде оны қарияларымыз қарапа деп атап кеткен. Арапа күні төмендегі амалдар орындалады. Арапа күнін құрметтеу. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Арапа күнін құрметтеңдер. Өйткені Арапа Алла тағала қадірлеген күн десе, тағы бір өсиетінде, Арапа күні құлағына, көзіне және тіліне ие болған адам кешіріледі деген. Тәшриф тәкбірі. Арапа күні таң намазынан бастап Құрбан айттың 4-ші күні 2-ті намазына дейінгі 23 намазда еркек әйел барлық адам парыз намаздардан кейін сәлем бере сала Аллахумма әнтәссәлам дұғасын оқымай тұрып, уәжіп болған тәшриф тәкбір дұғасын жеке оқыса да, жамағатпен оқыса да дауыстап оқулары керек. Әйел адамдар дауыстарын шығармай іштерінен оқиды. Парыз намаздарынан басқа айт және жұма намаздарынан кейін де оқылады. Тәшриф тәкбірі, Аллаху әкбар, ла илаха илаллаху, валлаху әкбар, Аллаху әкбар, уә лиллахил хамд. Мағынасы, Алла ұлық, Алла ұлық. Алладан басқа құдай жоқ, және Алла бәрінен де ұлық. Алла ұлық, әр күллі мадақ мақтаулар тек Аллаға тән. Ораза ұстау. Арапа күні ораза ұстау қажет, сүннет амал. Өйткені ораза нәпсі тәрбиесінің негізі. Хадистерде Арапа күні ораза тұтудың сауабы мол және күнәларымыз кешірілетінін жеткізген. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Арапа күні ораза тұтушыға адам пайғамбардан, яғни алғашқы адамнан, қиямет сырнайы үрленгенге дейін өмір сүрген бүкіл адамдар санының 2 есесіндей сауап жазылады деген. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Арапа күні ұсталған оразаның күн тұтылған, нәпіл, оразаға тең деген. Арапа күні ораза тұтқан адамдардың 2 жылдық күнәлары кешіріледі. Бірі, өткен жылғы, екіншісі, келер жылдың күнәлары, яғни, осы күні тұтылған ораза өткен және келер жылда жасалатын тәубелердің қабыл болуына себепші болады. Дұға жасау. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұлай дейді. Дұғаның абзалы Арапа күнінің дұғасы. Дұға жасау. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұлай дейді. Дұғаның абзалы Арапа күнінің дұғасы. Ол жалғыз. Оның серігі жоқ. Иелік және мақтау Алла тағалаға тән әрі, ол барлық нәрсеге құдіретті. Сол үшін осындай қасиеті мол күнді бос өткізбей, дұғамен күнімізді берекелі еткен жөн болады. Тәубе ету. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, адам баласының бәрі қателік жасайды. Солардың ішіндегі ең жақсылары жасаған қателіктер үшін тәубе ететіндері деген. Демек күнә істемейтін, қателікке бой алдырмайтын пенде болмайды. Алла пендесіне тәубе ету мүмкіндігін берді. Сол үшін Арапа күні мейірім есігі ашылған кезде Аллаға тәубе жасап, күнә қателіктеріміздің кешірілуін сұрайық. Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Арапа өте құнды күн. Ол күні мейірім есіктері ашылады деген. Кешірімді болу. Кешірім иманның шынайы көрінісі. Адамзаттың ардақтысы пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұлай айтқан. Кешіре райдан қайта біліңдер, өйткені кешірім мен мейірімділік таныту пенденің маңыздылығын арттырады. Егер Алланың сізді ұлықтауын қаласаңыз, онда өзгелердің де күнәларын кешіріңіз. Ендеше Алланың шарапатымен кешіре алатын мұсылман жұмақтағы Кәусар бұлақтан су іше алады. Алла оны ұлықтайды. Қиямет күні өзі кешіріліп, жоғары дәрежеге ие болады. Ал кімде-кім мейірімділік танытпаса, мұның бәрінен құр алақан қалуы ықтимал. Осынау Алла қадірлі еткен күнде маңайымыздағы жандардың барлығын кешірсек, Алла бізді де кешіреді. Арапа күні мүбәрәк болып, елімізден, үйлерімізден бақ береке етпесін.